сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімемізді тыңдап, өз ақыл-кеңестеріңізді айта кетіңіздер. Жалпы ене деген кім? Мені мазалап жүрген ой бар еді. Қазіргі заманда тұрмыс құру өте қиын. Күнде бір жаңалық естіп жатамыз. Қазіргі кезде қыз қызық үшін туылған сияқты. Менің айтайын деген жүріп жүрген жігітім ұсыныс тастады. Қабыл алдым. Ендігі ой менде ене деген кім? Өз жолдасының анасы былайша айтқанда, екінші өмірдегі анаң, бірақ ана деуге бола ма? Өз қызындай көре ме? Қанша дегенмен қиналып өмірге әкелмеген соң көрмейді. Бірақ көпке топырақ шашпаймын, әрине өз қызымдай көретін енелер де бар. Бірақ сол адамның көңіліне шығу үшін бәрін жасайсың. Тіпті өміріңде істеп көрмеген тамақты да сол үшін істейсің. Сол үшін тырысасың. Соның қас-қабағына қарайсың. Ұнамасаң, ұлынан ажыратып алады да қайтып келді деген атақты аласың. Нағыз ене сенің жақсылығыңды асыратын, жамандығыңды жасыратын болу керек. Ұлын қызғанып емес, сендер үшін бақыт тілеп, ұлына ақыл-кеңес айту керек. Әйеліңе қара, көңіл бөл, сұраған әпер дегендей. Әрине бәрі бірдей емес. Сонда ғана енең осындай адам еді, мен бұндай істейтін едім деп келіні мақтан етіп, үлгі тұтып айтып отырады. Ал өз ойларыңызша ене деген кім?